Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қоректену хлоропласттардың құрылымы мен қызметтері. Климент Аркадьевич Тимирязевтің сөзі бойынша, ең шебер аспазшыға таза ауа, мол күн сәулесі және таудан аққан өте таза су беріп, осылардан сізге арнап қант, крахмал, май және дәнді дақылдар даярлауын сұрасаңыз, ол сізді әзілдеп тұр деп ойлауы мүмкін. Бірақ осындай фантастикалық құбылыс жапырақта жүріп жатыр. Сонымен бүгінгі сабағымызды бастаймыз біз. Қалай ойлайсыздар оқушылар? Неліктен тірі ағзаларға энергия қажет? Дұрыс, барлық тірі ағзалар тіршілік ету барысында үздіксіз энергияны қажет етеді. Энергия жоғалмайды, немесе өзгермейді. Ол тек бір түрден екінші түрге ауысады. Ағзаларда энергия қоры тұрақты болу үшін қоректену қажет. Энергияның енді мынандай түрлеріне тоқталайық. Химиялық, жылу, электр, жарық, дыбыс, әртүрлі осындай энергия түрлері болады екен. Мәселен, сіріңкенің басындағы химиялық энергияның өзгеруі немесе трансформациясы жылу, жарық, дыбыс түрінде өтеді. Энергияны қажет ететін үрдістер, тірі ағзалардағы үрдістер. Мәселен, ол ағылу синтезі. Яғни молекулалар ағылу жасау үшін, синтездеу үшін. Жасушадағы белсенді тасымал, фагоцитоз, пиноцитоз, экзоцитоз, жүйке импульсіне қажет. Және бұл шығыттың механикалық жиырылуына осы энергия қажет екен. Және сіздер білесіздер, кейбір жануарлардың қараңғыда жарық шығарып жүретін. Оны биолюминесценция дейміз. Бұған да энергия қажет екен. Енді қоректену дегеніміз не? Қоректену тіршілік ету үшін тірі ағзаның және зат және энергиямен өзін өзі қамтамасыз етуі. Негізгі элемент ол көміртегі болып табылады. Тірі ағзалар үшін ең қажеттісі жарық энергиясы және химиялық энергия. Жарық энергиясын қолданатын ағзалар фотосинтездеуші ағзалар деп аталады. Тірі ағзалардың қоректену түрлерін сіздер білесіздер. Жер бетінде барлық тірі организмдер қоректену түрлеріне қарай автотрофты, гетеротрофты қоректенетін болып екі топқа бөлінеді. Автотрофты қоректенетін организмдер тобы жай минералдық заттан күрделі органикалық заттар түседі. Бұл реакцияға күн сәулесінің энергиясын немесе химиялық тотығу реакциялардың энергиясын пайдаланады. Қоректенудің гетеротрофты түрі дайын органикалық заттар есебінен жүзеге асырылады. Автотрофты қоректенудің жалпы 3 түрі бар. Олар жоғары және төменгі сатыдағы жасыл өсімдіктер фотосинтезі, бактериялық фотосинтез, немесе фоторедукция және хемосинтез. Мәселен, алдарыңызда тұрған ағзалар автотрофты қоректенетін ағзалар. Оған міндетті түрде сіздер білесіздер өсімдіктерді жатқызасыздар. Автотрофты қоректенудің сіздерге алдарыңызда бірнеше суреттерін ұсындым сіздерге. Жоғары сатылы өсімдіктер, төменгі сатылы өсімдіктер, бұлар барлығы да автотрофты түрде қоректенеді. Яғни бейорганикалық заттардан органикалық заттарды өздері жасайды. Бактериялық фотосинтез болады және хемосинтез. Осының ішінде біз фотосинтез дегеніміз не? Соған тоқталайық. Ол қандай ағзаларда жүреді? Қандай ерекшеліктері бар? Тіршілік үшін осы фотосинтез процесінің маңызы. Енді бейнебаянға назар аударайық. Фотосинтез жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктердің, балдырлардың фотосинтездеуші хлорофилл және басқа фотосинтездік пигменттер арқылы күн сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде қарапайым қосылыстардан өздерінің және басқа организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі органикалық заттар түзуі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл сайын 100 миллиард тоннадан астам органикалық заттар түседі. Мұның жартысынан көбін теңіз, мұхит өсімдіктері түседі.
және бұл кезде олар 200 миллиардтай көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөледі. Фотосинтез аппаратының негізгі жасуша ішіндегі органелла хлоропласттар. Балдырлардың көпшілігінде фотосинтездік аппарат жасуша ішіндегі арнайы органелла хроматофорлар. Ал фотосинтездеуші бактериялар мен көк жасыл балдырларда целлулоидтер. Фотосинтездің биосферадағы маңызы да үлкен. Жер жүзіндегі мысалы көміртек, суттек, оттек, сондай-ақ азот, фосфор, күкірт, магний, кальций, тағы да басқалар элементтер айналымы процесінде қатысы бар. Жер қалыптасқаннан бері фотосинтез нәтижесінде маңызды элементтер мен заттар бірнеше мың рет толық цикл айналымынан өткен. Өсімдік өнімін арттырудың бір жолы өсімдіктің фотосинтездік әрекетін үдету болып табылады. Бұл үшін жапырақ көлемін үлкейту, жапырақ тіршілігін ұзарту, егістегі өсімдік жиілігін реттеу керек. Көмірқышқыл газы, ауа, су, топырақтағы қоректік элементтер жеткілікті болу қажет. Фотосинтез аппаратының активтілігі жапырақтың анатомиялық құрылысына, фермент жүйесі активтілігіне, көміртек метаболизмі типіне байланысты болады. Өсімдік селекциясының, яғни көмірқышқыл газының ассимиляциясы тез жүретін өсімдік сорттарын шығарудағы ең үлкен маңызы зор болып табылады. Өсімдіктер оттегін түзіп, бізді азықпен қамтамасыз етеді. Ал өсімдіктерге күн жарығы, ауа, су және минералды заттар ғана қажет. Егер минералдар жетіспесе, тамыр мен жапырақтар түссізденеді. Негізгі минералдарға нитраттар, фосфаттар, калий және магний жатады. Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі өсімдіктерді алуан түріне бай. Көктем келе оқушылар табиғатты қорғау мақсатында мектеп ауласына гүлзарларға гүл егумен және ағаш отырғызумен айналысып, өз үлестерін қосуда. Сен де өз үлесіңді қос. Сонымен, бейнебаяннан не ұқтыңыздар? Фотосинтездің маңызы қандай? Фотосинтез процесін қарастыруда алдыңғы білімдеріңіз туралы айтып берсеңіздер. Фотосинтез, яғни автотрофты ағзалардың өздерінің күн сәулесі нәтижесінде көмірқышқыл газы мен судың қосылуы нәтижесінде өздеріне қоректі жасауы. Сіздердің алдарыңызда міне фотосинтездің қалыпты формуласы тұр. Қарапайым формуласы тұр. Көмірқышқыл газы және судың күн сәулесінің қатынасында глюкоза түзіп және оттегіні бөліп шығаруы. Сонымен бүгінгі сабағымызға тоқталамыз. Қоректену сабағымыздың тақырыбы. Хлоропласттардың құрылымы мен қызметтері. Сабағымыздың мақсаты. Сабақта фотосинтездің тіршілік үшін маңызы, жапырақтың құрылысында болып жатқан процесс, фотосинтез процесі, хлоропласттағы хлорофилл пигменттері туралы талқылаймыз. Бүгінгі сабақта сіздер қоректенудің бір түрлері, фотосинтездеуші ағзалар, фотосинтез процесі, осы процестегі негізгі рөл атқаратын хлоропласт туралы білімдеріңізді шыңдау қажетсіздер. Хлорофилл, хлоропласт, фотосинтездің қараңғы және жарық фазасы, фотосинтезге әсер етуші факторлар туралы білу қажет. Бүгінгі сабақта қолданылатын негізгі ұғымдар. Сіздерге танысу: фотосинтез, хлоропласт, хлорофилл, ішкі мембрана, сыртқы мембрана, телокоид, строма, фотофосфорлану, ламелла, Кальвин циклы, жарық фазасы, қараңғы фазасы, грана. Сонымен фотосинтезге тоқталамыз. Күн сәулесі ол үнемі әрдайым энергияның негізгі көзі болып табылады. Архей дәуіріндегі ең үлкен өзгеріс ол фотосинтездеуші ағзалардың пайда болуы. Мәселен, өсімдіктер. Фотосинтездеуші ағзалар, яғни өсімдіктер, олар автотрофты түрде қоректі дайындап, гетеротрофты қоректенетін ағзаларға энергия көзін жеткізіп беріп отырады. Фотосинтездің барысында, яғни өсімдік жасушасында хлоропласттарды біз байқаймыз, және балдырлардағы цианобактериялардағы осы фотосинтездік пигменттерді біз қарастырамыз. Енді фотосинтез дегеніміз не? Фотосинтез жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктердің, балдырлардың фотосинтездеуші хлорофилл және басқа да пигменттер арқылы күн сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде қарапайым қосылыстан
өздерінің және басқа ағза үшін тіршілігіне қажетті күрделі органикалық заттар түсуі. Фотосинтез не үшін қажет? Қазір мен сіздерге бір бейнебаян ұсынамын, содан сіздер өздеріңіздің ұққандарыңызды талқылайсыздар. Фотосинтез. Өсімдіктер тек көмір қышқыл газ, су, күн сәулесінің энергиясын пайдалану арқылы өз-өздерін қоректендіре алады. Бұл химиялық реакция фотосинтез деп аталады. Және ол жердегі тіршіліктің барлық күрделі түрлерін қамтамасыз етеді. Әрбір жапырақ күн энергиясын тұтынатын қорек фабрикасы. Өз қорегін өндіру үшін өсімдікке қарапайым ингредиенттер тізімі қажет. Су және көмір қышқыл газы. Су өсімдікке тамыр жасушалары арқылы түседі де, жапырақтарға ксилема деп аталатын түтікшелермен жеткізіледі. Атмосферадағы көмір қышқыл газы жапырақтың ішіне саңылаулар деп аталатын кішкентай тесіктер арқылы кіреді. Фотосинтез хлорофилмен толтырылған кішкентай жасуша қапшықтарда, яғни хлоропласттарда жүреді. Хлорофил бұл басты кілт. Ол күннің энергиясын ауадан келген көмір қышқыл газы мен судан келген сутегін байланыстыру үшін қолданады. Бұл үдерістің нәтижесінде өсімдіктің жетілуіне қажетті крахмал түрінде сақталатын глюкоза түзіледі. Сонымен қоса, оттегі газы бөлінеді. Көмір қышқыл газы сияқты оттегі саңылау арқылы алмастырылады. Фотосинтез реакциясының теңдеуі қарапайым. Бұл маңызды үдеріссіз өсімдіктер өсе алмас еді. Егер өсімдіктер өспесе және көбеймесе, басқа ағзалар қоректен алмайды. Өсімдіктер тағам тізбегінің негізі болып табылады. Өсімдіктердің көмір қышқыл газын тұтынуы және фотосинтез арқылы оттегінің бөлінуі біздің тіршілігімізді қамтамасыз ететін атмосфераны құрайды. Сондықтан фотосинтез ең маңызды химиялық реакциялардың бірі. Сонымен, бейнебаян нәтижесінде сіздер фотосинтездің маңызы қандай? Ол туралы не айта аласыздар? Жақсы. Енді фотосинтездің маңызына тоқталатын болсақ, күн сәулесінің қатысуымен биоорганикалық заттан органикалық затты жасайды, мәселен глюкоза тәрізді. Экологиялық қоректік тізбектің бастамасы болып табылады. Тіршіліктің негізі осы фотосинтез процесі арқылы іске асады. Оттегі көзі, күн көзінің энергиясын химиялық байланыстар энергиясына айналдырады. Биоорганикалық заттан органикалық заттар жасайды, мысалы. Сіздердің алдарыңызда көріп тұрсыздар. Экологиялық қоректік тізбектің өсімдіктер бастайды, ең басында тұрады. Фотосинтез нәтижесінде оттегі бөлінеді. Оттегінің жалпы жер шарындағы, мәселен мұхиттағы 40% оттегіні осы балдырлар бөледі. Және біздің тыныс алуымызға да қажет. Оттегі фотосинтез нәтижесінде пайда бөлініп шыққан оттегі жер шарындағы озон қабатын түзеді. Отынның да түрлері болады ол. Фотосинтез процесі жүру үшін негізінен жапыраққа СО2 мен судың мөлшері жеткілікті болуы қажет. Жапырақ құрылысында хлорофилл болуы, оттегі қосалқы өнім ретінде бөлінуі, көмір су өсімдіктің басқа мүшелеріне тасымалданып немесе қор зат ретінде сақталуы, жапырақтың орналасуында минималды түрде көлеңкелемеу болуы қажет. Мәселен,
Семполия және плюш өсімдіктерінің сіздерге мен суреттерін ұсындым. Бұл өсімдіктердің жапырақтары неғұрлым бірін-бірі көлеңкелемеуге тырысады. Өйткені әрбір жапырақта фотосинтез процесі жүру үшін олардың тіршілігі осылай қалыптасқан. Енді жапырақтың ішкі құрылысына тоқталамыз. Жапырақтың ішкі құрылысына тоқталатын болсақ, сыртынан кутикула жабады, яғни жабын ұлпалары, және бұнда борпылдақ жасушалар және бағаналы жасушалар орналасқан. Бағаналы жасушалар жапырақтың беткі жағында орналасады. Бұл жасушалардың құрамында хлоропласттар көп болады. Фотосинтез негізінен осы жерде өтеді. Және борпылдақ жасушалар бар. Борпылдақ жасушалар ағылшын тілінде негізінен спонж деп атаймыз. Спонж паренхима. Енді осы жасушаларда хлоропласт аз болады. Және мұнда сіздер көріп тұрғандай ксилема және флоема өткізгіш шоқтары орналасқан. Бұл ксилемадан, яғни су және топырақтан су және минералды тұздар өтетін болса жоғары қарай, ал флоема жолы бойынша органикалық заттар, фотосинтез нәтижесінде түзілген органикалық заттар өтеді. Әрі қарай барамыз. Өсімдік жасушасындағы басты роль атқарушы не? Осы жерде мен тағы да сіздерге бейне баян ұсынғым келіп отыр. Хлоропласт. Қанттарды түзу үшін күн энергиясын сіңіру арқылы жүзеге асатын фотосинтез процесі жүретін өсімдіктер жасушасындағы органелла. Олар жасыл пигмент, хлорофилге толы диск тәрізді құрылым. Қарапайым өсімдік жасушасында 10-нан 100-ге дейін хлоропласт болуы мүмкін. Сабағымызды жалғастырамыз. Бейнебаян нәтижесінде сіздер не түсіндіңіздер? Хлоропласттың құрылысы мен қызметі қандай? Жақсы, осы жерде хлоропласттардың құрылысына тоқталайық. Хлоропласттың құрылысы ол негізінен екі мембранамен қапталған ішкі және сыртқы. Бұның ішінде негізгі бірлік телокоид деп аталады. Телокоидтар ол бірінің үстіне бірі жиналған, яғни кішкентай күміс ақша тәрізді грана түзеді, міне граналар. Және телокоидтар өзара грананы түзе отырып, граналар өзара ламеллалармен байланысады. Осы жалпы хлоропласттың ішінде гель тәрізді сұйықтық бар. Ол сұйықтықты строма деп атаймыз. Хлоропласттың мембранасында жарық фазасы өтетін болса фотосинтезін, ал стромада қараңғы фазасы өтеді. Енді строманың құрамындағы заттарға назар аударайық. Строманың құрамында ДНК, РНК, рибосома, ағуыз болады. Хлоропласт, яғни ол қант жасаушы органелла. Жарық фазасы кезінде фотосинтез жарық фазасы мембранада өтеді. Мұнда хлорофилл және басқа да пигменттер, ферменттер болады және электронды тасымалдаушылар бар екен. Қараңғы фазасында стромада фотосинтездің қараңғы фазасы өтеді. Строма гель тәрізді, онда еріткіш ферменттер бар. Кейде оны Кальвин циклының ферменттері деп атайды. Сонымен қатар қанттар, органикалық қышқылдар болады. Фотосинтез нәтижесінде пайда болған көмірсулар крахмал дәндері түрінде осы жерде сақталады. Енді осы жерде мен сіздерге мынандай теорияны ұсынғым келеді. Ағуыз синтездеуші аппарат және эндосимбиоз теориясы деп аталады. Хлоропласттарда ағуыз синтездеуші аппарат бар екен. Митохондрия сияқты бұларда ДНК және рибосома бар. Алғашқыда бұл эукариоттық жасуша ішіне енген, прокариоттық жасуша болуы мүмкін деген болжам бар. Ағуызды синтездеуші аппарат, яғни эндосимбиоз теориясын жалғастыратын болсақ, фотосинтездеуші бактерияларда хлоропласттар жоқ. Олардың пигменттері цитоплазмада шашыраңқы күйде орналасқан. Сондықтан бір жасушаның өзі бір хлоропластқа ұқсас болады. Хлоропласттар фотосинтездеуші бактериялардың
ұрпақтары деген болжам осы жерде ойымызға келеді. Мәселен, мен сіздерге мынандай екі сурет ұсынып отырмын. Бірі бактерияның суреті және екіншісі хлоропласттың суреті. Екеуі осындай жоғарыда айтылып өткендей өздері ұқсастықтары бар. Енді хлоропласттарды митохондрия және прокариотты эукариоттармен салыстыратын болсақ, ДНК-сына тоқталсақ, хлоропласттарда сақиналы ДНК хромосомада орналаспаған, ядрода орналаспаған, ал эукариоттар тізбекті хромосомада орналасқан, және ол ядроның ішінде. Рибосома хлоропласттарда кішкентай, эукариоттарда үлкен. Көлемі 10 микрометрге дейін баратын болса, эукариоттар 100 микрометрге дейін барады. Антибиотиктерге шыдамдылығы, ағу синтезі хлорамфениколмен ингибирленеді, ал эукариоттарда ағу синтезі циклогексимидинмен ингибирленеді. Енді біз фотосинтездің пигменттеріне тоқталамыз. Жоғары сатылы өсімдіктердің пигменттерінің негізгі екі түрі бар: хлорофилдер, каротиноидтар, фикобилиндер. Хлорофил мен каротиноид суда ерімейді, фикобилин суда ериді. Енді осы фотосинтездің пигменттердің қандай ағзада қандай мөлшерде кездесетіні сіздерге кесте түрінде ұсындым. Мұнда А хлорофил барлық өсімдіктерде кездесетін болса, каротиноидтарда барлық өсімдіктерде бар, ал фикобилин тек қана қызыл балдырларда болады екен. Сондықтан балдырлардың түсі қызыл болады. Ол теңіздің ең тереңінде орналасқан. Енді жапырақтың ішкі құрылысын ашып, оның ішінде хлоропластты талқылап жатырмыз, және ол хлоропласттың ішіндегі телокоидтарды, пигменттерді қарастырамыз. Жапырақтың түсі неге қызыл? Неге жасыл, кешірерсіздер? Қалай ойлайсыздар? Жалпы өсімдіктердің түсі неге жасыл? Осы жерде бейнебаянға назар аударайық. Хлорофилл фотосинтез процесс арқылы күн энергиясын химиялық энергияға айналдыратын барлық өсімдіктер мен балдырларда болатын жасыл пигмент. Хлорофилл өсімдіктер жасушасында хлоропласт деп аталатын мембрана құрылымының ішінде болады. Хлорофилл негізінен көк немесе қызыл жарық толқындарын сіңіріп, жасыл түс шығарады. Дәл осы түс өсімдік жапырақтарына жасыл түс береді. Сабағымызды жалғастырамыз. Сонымен, бейнебаяннан көргендей, хлорофилдің құрылысын сіздер білесіздер. Енді осы хлорофилл жалпы қандай түрлері болатыны сіздерге мына графиктен көрініп тұр. Хлорофилл Б, хлорофилл А және каротиноидтар. Ал жасыл түс өсімдіктер оны кері қарай шағылыстырады екен. Олардың қабылдайтын негізінен көк және қызыл түстер. Хлорофилдер міне осы жерде жақсы көрінген. Күн сәулесінің түсуі нәтижесінде қызыл және көк түстерді хлоропласттың ішіне қарай енгізеді, ал жасыл түсті кері қарай шағылыстырады. Сондықтан өсімдіктердің түсі жасыл болатыны сол. Міне, сіздердің алдарыңызда тұрған хлоропласт. Хлоропласттың ішінде телокоидтарды ашып қарайсыздар. Телокоидтың мембранасында орналасқан хлорофилл дәндері сіздерге көрініп тұр. Енді хлорофиллдің бір молекуласын ашып қараймыз. Бұл хлорофилл молекуласының құрамына жоғарғы бөлігі жағы гидрофилді болып келеді. Магний атомы орналасқан, көріп тұрсыздар міне ортада. Осы арқылы өсімдіктерге магний жетіспегенде хлорофиллдің түзілу қарқыны төмендеп, жапырақтың түсі сарғаяды. Хлорофилл молекуласында ұзын гидрофобты көмірсутекті өсінді бар. Каротиноидтар. Бұлар негізінен көмекші пигменттер ролін атқарады. Сары, қызыл, күлгін, көк түстерді қабылдайды. Каротиноидтардың екі түрі бар: каротиндер және ксантофилдер.
Сіздердің алдарыңызда көрініп тұрғандай, мысалы міне сәбіздің құрамындағы пигмент ол каротиноидтар деп аталады. Бұл негізінен адам ағзасына барғанда, қарынға түскеннен кейін ыдырағанда А витаминін түзеді. Сондықтан балаларға көп беретініміз сол. Осы жерде біз фотожүйеге тоқталуымыз қажет. Міне сіздердің алдарыңызда тұрған каротиноидтар, хлорофилдер, осылар көмекші электрондар болып табылады. Бұлар хлорофил аға энергияны береді. Осы жерде электрон жоғарғы энергияға ие болады. Бұны акцептор деп атаймыз. Міне мына суретте анығырақ берілген. Фотожүйе негізінен фотожүйе 1 және фотожүйе 2 болады. Ең басты пигмент ол міне мына жерде көрініп тұр сіздерге. П деген әріп ол пигмент деген сөзді білдіреді. 700 немесе 680 деген сөз. Сандар, бұл сандар жарықтың сіңірілу нанометрді білдіреді. Ал мынау қасында тұрғандар көмекші пигменттер. Жарық мында түскеннен кейін көмекші пигменттер оны қабылдайды да ортадағы негізгі пигментке өткізеді. Бұның барлығы стромада және мембранада болып жатқан процестер. Міне мына жарықты қабылдағаннан кейін электрондар оны акцепторға алып барады. Бұны реакция орталығы деп атайсыздар. Және осы жерден энергия мол қабылданып, фотосинтез процесі химиялық процеске алмасады. Міне мен сіздерге мынандай ағылшын тілінде бір мәліметтер бердім фотосинтез туралы. Бұнда фотосинтездің және антенналық комплексі орталық, яғни белсенді орталығы туралы жазылған. Енді мына процеске келіп тоқталатын болсақ, күн сәулесінен алынған энергияны қабылдап алған электрон фотожүйе 2-дегі, яғни пигмент 680-нен бірден жоғары қарай көтеріліп, 2 электрон X акцептор электронына барады. Бұл жерге барғаннан кейін электрон төмен қарай құлдилайды. Төмен қарай өткен сайын ол өзінің энергиясынан арыла береді. Осы жерде АДФ АТФ-ке айналады. Яғни АДФ-тің АТФ-ке айналуы ол бір фосфорды өзіне қосып алуы деп аталады. Одан кейін фотожүйе 2-де қабылдап алынған электрон энергияға жоғары қарай өтеді де Y акцепторына барып, қайтадан төменге түседі. Осы жерде НАДФ тотықсызданып, 2 сутегіні өзіне қосып алады. Бұны біз тотықсызданған НАДФ немесе қалпына келген НАДФ H деп атаймыз. Бұл негізен процесс ең әуелі судың фотолизінен басталды. Су ыдырайды, оттегі бөлек және сутегі бөлек бөлініп кетеді. Бұл жерде оттегі негізінен қосалқы өнім болып сыртқа шығады, ал сутегі электрондары фотожүйе 2 немесе фотожүйе 1-ге энергияның алмасуына көмектеседі. Жалпы фотосинтездің биохимиясы міне осындай. Судың фотолизі оттегінің пайда болатын жері. Негізінен су фотолизі, яғни су ыдыраған жағдайда 2 процесс жүреді. Бірінші, оттегі бөлініп шығады, жанама өнім ретінде. Екінші, глюкоза түзуге сутегі электрондары жұмсалады. Міне, сіздердің алдарыңызда көрініп тұр судың фотолизі. Бұл фотосинтездің жарық және қараңғы сатысы. Жаңа айтып өткендей. Осы процесті негізінен фотофосфорлану деп атайды. Неге? Өйткені бұл процесс күн сәулесінің жарығы арқылы жүріп жатыр. Ал фосфорлану, яғни АДФ-тің бір фосфорды қосып, өзіне АТФ-ке айналуы. Сондықтан бұл процесс фотофосфорлану деп аталады. Міне мына суретте өте жақсы көрсетілген.
Осы жерде біз НДФ туралы айтып кеттік. НДФ дегеніміз не? НДФ никотин, амид, аденин, нуклеотид, фосфат. Енді тізбекті және тізбекті емес фотофосфорлануды салыстыру. Тізбекті, яғни циклдік емес және циклдік фотофосфорлануды салыстыратын болсақ, электрон жолдары біреуінде, яғни циклдік емес, екіншісінде циклдік болып келеді. Электрондардың бірінші доноры су болса, ал циклдік фотофосфорлануда фотожүйе 1 болады, яғни пигмент 700. Электрондардың соңғы акцепторы НДФ болатын болса, циклдік фотофосфорлануда фотожүйе 1 болады екен. Өнімдер біріншісінде АТФ және тотықсызданған НДФ қосалқы өнім оттегі бөлініп шығады. Ал циклдікте пайдасы бұнда АТФ бөлініп шығады. Қатысатын жүйе циклдік емес, бірінші және екінші фотожүйе жататын болса, ал циклдік болса, бұған тек қана бірінші фотожүйе жатқызамыз. Фотосинтездің қараңғы сатысы бар. Бұл қараңғы сатысында күндіз жасалынған, жарықты жасалынған энергияны түнде глюкоза жасауға жұмсалады. Бұл процесте биоорганикалық CO2-ні игеретін негізгі фермент рибулоза бифосфат карбоксилаза деп аталады. Жалпы фотосинтездің қараңғы фазасын Кальвин жолы деп атайды. Себебі бұл процесті Кальвин деген ғалым зерттеген болғандықтан, бұнда судың құрамында сутек атомы көміртек диоксидінің тотықсыздануына жұмсалып, ал оттек молекула түрінде бөлініп шығады. Жапырақ неге сарғаяды? Мен сіздерге осындай сұрақ қойғым келіп тұр. Жапырақты ағаштар бір жылдың ішінде ғажайып өзгерістерге ұшырайды. Әрбір жапырақтың ішінде болатын күрделі химиялық реакциялар оның түстерін маусым сайын өзгертіп тұрады. Көктем және жаз мезгілінде жапырақтардың көбі қанық жасыл түске боялады. Бұл жапырақ жасушаларындағы жасыл пигмент хлорофилдің әсерінен болады. Бұл пигмент фотосинтез процесінің көмегімен күн энергиясын химиялық энергияға айналдырады. Бірақ хлорофилл тұрақты емес. Күн жарығы әсерінен пигмент бөлшектеніп кетеді. Сол себепті өсімдіктер фотосинтез процесін тоқтатпай, жапырақтардың жасыл түсін сақтау үшін әрдайым хлорофилл қорын жаңартып тұру керек. Жапырақтар күз мезгілі жетіп, температура төмендеген кезде жасыл хлорофилл түзуін тоқтатады. Каротин деп аталатын тағы бір пигмент молекуласы жапырақтарды қызғылт сары түске бояйды. Дәл осы каротин пигменті сәбізді қызғылт сары етеді. Каротин жапырақ жасушаларының құрамында жыл бойы болады. Бірақ жапырақтың құрамында каротин мен хлорофилл қатар болса, ол жасыл түсті болып қала береді. Каротиннің хлорофиллге қарағанда тұрақтылығы жоғары. Сондықтан ол күзде де сақталып тұрады, ал хлорофилл сақталмайды. Кейбір жапырақтар қанық қызыл түсті келеді. Бұл пигменттің үшінші тобы антоцианның әсерінен. Дәл осы пигмент алма мен жүзімге қызыл түс береді. Антоциан жасуша сұйықтығында қант пен ақуыздың ортасындағы реакциялар нәтижесінде түзіледі. Бұл пигменттер күзгі жапырақтарда жиналады. Өйткені осы жыл мезгілінде жапырақтар құрамында қант көп болады. Жапырақтың түсі оның құрамында хлорофилл, каротин немесе антоциан пигменттерінің қайсысы көбірек болуына байланысты. Бұл қатынастар әр ағашта әрқалай болады, және бір жыл ішінде түрліше өзгереді. Сол себепті жапырақтар ғажайып, әсерлі түстер циклын бастан өткереді. Сабағымызды жалғастырамыз.
Енді жалпы осы фотосинтезге қажетті фотосинтездің дұрыс жүруіне қатысты факторлар бар. Яғни фотосинтез үздіксіз жақсы жүретін болса, оған қажетті факторлардың барлығы болса, онда біз мынандай өнімдер аламыз. Біздің жалпы өнімдеріміздің мол болуына шүбә келтірмеуге болады. Негізінен фотосинтездің шектеуші факторлары болып, негізінен ол көміршіл газының молдығы, температура, жарық, макро және микроэлементтер, және су, осының барлығы жеткілікті болған жағдайда, онда өсімдіктер өседі, өнімді мол береді және гүлдейді. Және осы фотосинтез және хлоропласт жалпы тарау өту барысында сіздер С3 және С4 өсімдіктермен танысасыздар. С3 өсімдіктері, яғни сіздерден алдарыңызда міне көрініп тұр, сорго және жүгері өсімдіктері. Бұл фотосинтездің интенсивтілігіне байланысты болады. Ал С3 өсімдіктері бидай, гелиофитті өсімдіктер, яғни жарықты сүйгіш өсімдіктер, сцифоидты өсімдіктер, шөптер. Әрі қарай. Жалпы, бүгінгі сабақтан сіздер не ұқтыңыздар? Мына сурет сіздерге нені еске салады? Дұрыс. Әрі қарай, мына суретте не ұқтыңыздар? Яғни бұл қараңғы және жарық фазасын көрініп тұр. Міне мына суреттен өте жақсы көрінеді сіздерге. Қарапайым қант жасауға күн энергиясын пайдаланатын процесс қандай деп аталады? Дұрыс. Бұл қандай график? Фотосинтезге дұрыс айтасыздар. Қажетті шектеуші факторлар. Енді мен сіздерге бүгінгі сабағымды мына Тимирязевтің сөздерімен бітіргім келіп отыр. Жалпы фотосинтез ол бізге нанды, немесе біздің ағзамызда бұлшық еттің дамуына, немесе қимыл қозғалысқа әсер етеді. Және біздің қазір отырғанда сабақта миымыздың дұрыс жұмыс істеуіне де әсер етеді. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.